Желіде жылдам ақпарат тарады. Барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум армағазақ, арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең бірінші жерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк түймесін басыңыз. Мұны білген жөн. 35 жаста зейнетке шығу үшін не істеу керек? Қазіргі ерлер 63 жаста зейнетке шығады. Әйелдер үшін зейнет жасы 61 болып бекітілген. Бұл көрсеткіш 2028 жылға дейін өзгермейді. Ал 2031 жылдан бастап зейнеткерлік жасы 63 жасқа жетеді. Жалпы 35 жастағы зейнетке шығу мүмкін бе? Ол үшін не істеу керек? Акшамньюз.кз тілшісі анықтама көрді. Кімдер зейнетке ерте шыға алады? Заңда жалпы тәртіппенен бөлек жеңілдіктер бар. Көп балалы аналар 5 және де одан да көп баланы 8 жасқа дейінгі өсірген әйелдер 53 жаста зейнетке шыға алады. Зиянды өндірісте жұмыс істейтін егер 7 жыл және де одан да көп жұмыс істесе және де олардың пайдасына арнайы кәсіби зейнетақы жарналары төленсе, 55 жастан бастап әлеуметтік төлемдер ала алады. Зейнет аннуитеті НПФ жеткілікті қаражаттары барлар үшін ерлер 55 жастан, әйелдер 53 жастан бастап зейнетке шығу мүмкіндігін алады. Бұл үшін жинақ сомасы өмір бойы төлем жасауға жетуі керек. Күшті құрылым. Қызметкерлері олардың зейнетақысы еңбек өтіліне байланысты есептеледі. Әр мекеменің өз ережесі бар. Ал 35 жаста зейнетке шығу мүмкін бе? Қазақстанда ресми түрде 35 жаста зейнетке шығу мүмкін емес. Ең төменгі шек әйелдер үшін 53 жас, ерлер үшін 55 жас. Ал бұл жастан басқа бейресми зейнетақы алу үшін не істеу керек? Зейнетақы қоры құру керек. Мемлекеттік жинақтаушы жүйеге сүйеніп қана отырсаңыз, 45-те зейнетке шығу арман болып қалады. Сондықтан жеке инвестициялық портфель жинағын дұрыс. Жеке зейнетақы шотын ашу, тұрақты салым жасау, ай табысының кем дегендегі 30-50% жинау, көп валюталы портфель ашу, теңге, доллар, алтын, акция, облигация. Инвестицияны ерте бастау, 25 жастан бастап ай сайын $500 жинап, орта есеппенен 10% табысын табатын инвестицияға салсаңыз, 20 жылдың сомасындағы $350-400 мың жинауға болады. Бұл Қазақстанда қаржылай тәуелсіз болуға жеткілікті сома. Табысты көбейту және де пассив кіріс, ерте зейнетке шығу үшін не үндемеу жеткіліксіз. Қосымша табыс көздері, инвестициядан дивиденді алу, жылжымайтын мүлік немесе онлайн жобалардан тұрақты пассив кіріс қалыптастыру керек. FRE қағидасын қолдану керек. Қаржылай тәуелсіз әр зейнетке ерте шығу философиясы. Оның негізгі ережесі: жылдық шығынның 25 есе көп капитал жинасаңыз зейнетке шыға аласыз. Мысалы, ай сайынғы шығыныңыз 500 мың теңге болса, демек жылына 6 миллион теңге. Оның 25-ке көбейтсеңіз, демек 150 миллион теңге керек. 35 жастағы зейнетке шығу үшін қазірден бастап табыстың жартысын жинап, инвестицияны үйреніп, шығынды қатаң бақылауға алу керек. Бұл батыл, бірақ қолдан келетін мүмкіндік. Егер ерте бастасаңыз, 20 жылдан кейін өз қалауыңызша өмір сүре аласыз. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатты болыңыздар.